Сәлеметсіз ме тыңдармандар. Қазақша контентті қолдап, YouTube арнама тіркеліп, дамыса қазақ дамысын, байыса қазақ байысын деп қолдап отырсаңыздар. Шырылдағанын бебеу қағып толастамады. Өмір деп аталатын жарық дүниеге әлде қалай келгеніне шамарқанды ма, әлде қара тастай зіл тағдырын тұла бойы түршие сезінді ме, қызыл шаққан нәресте тынбай зарлады. Ашы үні ашына шығып әлдекімде кегі кеткендей жұдырығын түйе шірене үңгәлады. Терезенің сыртынан түнерген қара түнді тіліп өткісі келгендей айғайға басты. Жақынынан медет күткендей ара-тұра ыңырсыған үн береді. Анасы сәбиіне көз қарында салмады. Өзін босандырып алған дәрігер Жұпаргүлге айтқаны оны састырып тастады. Мына азан-қазан дауыстан миым айналып барады. Алып кетші оны. Қазір ана мен бала ажыратылмайды, бір палатада болады. Жұпаргүл жас келіншектің перзентханадағы жаңа тәртіппен мүлде бейхабарлығына таң қалды. Ғаламтор дамыған қазіргідей заманда титтей бір жаңалықты жасырып ұстау мүмкін емес қой. Оның үстіне жас аналар өздерін қызықтыратын перзентханадағы барлық жайттарға құлағы түруле келетін еді. Ал жедел жәрдеммен жеткізілген мына келіншек бір түрлі тосын. Құттақандай сәбиін иіскеп бауырына басудың орнына алып кет деп долданады. Ажыратпайды деймісің? Ажыратқанда қандай? Жұпаргүл сандырақ халде жатса да қасіретінен үздік-создық сыр берген келіншектің қасынан кете алар емес. Бірақ бұлайша тағат тауып әңгімелесуге мұрша қайдан болсын? Жұпаргүл өзге де міндеттерін атқаруға шығып кетті. Әйтсе де жас ананың өксік үні құлағынан кетпеді. Көздің қара суығы күшіне енген ысқарлы түн оралғанда барып Жұпаргүл келіншектің палатасына қайта келді. Кіре сала байқағаны ол баласын мүлде қозғамаған. Өмірінің алғашқы сәтінен бастап батпан қасіретті еншілеп алған. Бейбақ шақалақ қарын ашып ыңылдай берді. Келіншекте қимыл жоқ. Құдды бір тас мүсін жығып төсекке сұлата салғандай. Ояусың ба? Су берейін, шөліңді бас. Су емес, у берші. Құтылайын мына азап дүниеден. Келіншектің бұл түрліктен бас кеше сөйлеген сөздері дәрігерге тым қатты естілді. Мен тірі жанға тек жәрдемдесумен келемін. Күйеуім екеуміз де дәрігерміз. Қандай жақсы күйеуің бар, балаң да бақытты болар. Ал мен? Келіншек қыстығып бүкіл денесі қалш-қалш етіп жылай бастады. Ана болсам, баламды бақытты етер едім-ау. Әттең. Жұпаргүл көкірегін кере күрсінді. Құдай-ау, сендей жас қызға сонша запыран құсырған қандай қатыгез ол. Туғандарыңа хабарласайын, келсін, жаныңда болсын. Анам өмірден озған. Әкем екінші рет үйленді. Содан бері салқын тартып кетті. Әрі менің мына жағдайымды естіп, тіпті жек көріп кеткендей. Туған әкесі баласынан безнеме. Уақыт өте келе бойы үйренер. Әрі сүйкімді жиенін көргенде жебеп сала берер. Жоқ, менің шақырар жанашырым жоқ. Әкем бала көрсе жебе салатын мейірімді емес. Ол намыс деп кеуделеніп қалған. Аты жөніңді дұрыс жаздырдың ба? Орынгүл Ізбасар қызы деп едің. Мен ешкімді алдап сұрқиялық жасамадым. Керісінше өзім алданып бір әзәзілдің тұзағына түстім. Оның әр сөзіне сеніп, ұшпа махаббатқа мас болып жүргенімде, ол мені өз айтқандай табиғи қажеттілік үшін пайдаланып келіпті. Оның әйелі, екі бірде баласы бар екен. Кеш білдім. Орынгүл өзінің кеш білген шындығын көзінен жасы сырғанай айтып аһ ұрды. Әй, аңғал сіңілім-ау, саған жәрдемдескім келіп ақ тұр. Бірақ қалай көмектесерімді де білмеймін. Жұпаргүлдің сөзін қалта телефонының шылдыры үзіп жіберді. Жұпаргүл Әзілбай қызы, шұғыл жеткізілген ана бар. Тездетіп қабылдау бөліміне жетіңіз. Орынгүл, мен жұмыс арасында келемін. Оған дейін сен сабаңа түсіп, ас суыңды іш. Толғағың ауыр болды. Жақсылап демал. Келіншек үндемеді. Әлденеге бекінгендей сұлқ жата берді. Жұпаргүл қабылдау бөліміне жылдам жетіп барды. Толға қысқан әйелдің жанында бірнеше жақыны жүр. Орынгүлдің шырқырай жалғыз жеткен аянышты күйі көз алдынан жылжып өте берді. Жан қиналғанда қасыңнан жақының табылғаны да үлкен демеу ғой.
Бұл келіншекті де Жұпаргүл қиындыққа тап қылмай босандырып алды. Өмірге үңгілеп қыз бала келді. Нәзік үнімен анасын шат қылды. Жұпаргүл әйелдің туыстарына қуанышты хабарды жеткізгенше асықты. 10 жылдай осы аудандық перзентханада дәрігер болып жүрген Жұпаргүл қаншама нәрестенің өмірге сәтті келуіне септігін тигізеді. Қаншама әкенің қуанышты жүздерін көріп, өзі де солармен бірге қуанды. Өзі ие бола алмай жүрген ана бақытын, өзгелердің дидарын байқап, тек қызығумен келеді. Сүйінші, деп жайраң қаққан бұған талай жерде ақшала жүгіргендер болып еді. Әлі де бар, ондай ақ көңілділер. Қуанса қолындағы барын ұстата салатын қазақ емеспіз бе? Жұпаргүл сүйіншісіне берілген ақшаны да, ерекше қара деп еске салуға тырысып ұсынатын параны да алып көрген емес. Күйеуі Дархан екеуінің ата-ана болар бақытты сәтін күтумен сол ғажайып күнге таза жету жолында жүрген еді. Құттықтаймыз, сіз баланың әкесі боларсыз. Иә, әкесімін. Тезірек айтыңызшы. Дәрігері ұл туады деп еді. Ұлым жақсы ма? Қатқан қайсы қара жігіт аптығып сөйлеп, тіпті құлағы қояр түрі жоқ. Кешіріңіз, жұбайыңыз қыз босанды. Мүмкін емес. Учаскелік дәрігері тексеру кезінде ұл деген. Қап-қара жігіттің бет жүзіндегі манағы қуаныш лебі лезде сейіліп, ала көзі шатынай қалды. Әйеліңіздің жағдайы жақсы, балада бір қалыпты. Одан басқа қандай қуаныш болсын. Жұпаргүл қыз баланы бейнебір керексіз заттай көріп, зікір салуға дайын тұрған жігіт ағасына ашық жақтырмай қарады. 4 қыз туды, 5-шісі ұл болады деп сеніп ем. Мынау өмірден ұл көрмей ұлдың әкесі болмай өтем бе? Кәдімгідей жоқтау сарынымен созақтаған еркекті бірге келген үлкен әйел жұбата бастады. Не ексең соны орасың, деді де Жұпаргүл кезекшілік орнына оралды. Бітпейтін қағаздарды толтырып әріптесімен бірге бірталай отырды. Екеуі ара өздері жұмыс жайында ғана еді. Тәжірибесіз әріптесіне қағаздардың ретін түсіндіріп отырса да, Жұпаргүлдің ойынан бүгінгі екі жағдай кетпей қойды. Екеуі де дүниеге бала келгеніне назалы. Бәзбіреулердің жазбай ақ жаттатқан заңмен жазалы. Бұрын қазақ қыз туса өрісім кеңейетін болды, деп қуанбайтын беді. Ал қазіргілердің қайсыбірі әйеліне қыз тапсаң ажырасамын, деп қоқиланады. Ал әкесіз туған сәби. Дегенмен, жетімін жалатпаған қазақпыз дегендей кереметпіз. Бірақ сол жетімдерді тастанды аттандыруға, тағдыр тезіне салуға шімірікпейміз. Сонда бұрынғы қазақтан қазіргі қазақтың кем түскен-ау. Әй қойшы, мынадай ауру ойлармен отырып, уақыт өтпес. Одан да палаталарды бір көріп қайтсын. Жұпаргүл орнынан ақырын көтеріліп коридорды бойлап келе жатты. Кенет өзі де байқамастан Орынгүлдің палатасының есіне келіп тұрғанын бір-ақ көрді. Бұл не? Жас қызға жаны ашығаны ма? Жоқ әлде жетімін жылатпайтын қазақтың қайырымдылығы ма? Өз ойына өзі малтыққан Жұпаргүл палатаға кірді. Бәрі тыныштықта ұйықтап жатыр. Сәбилер алаңсыз пысылдаған кезде Жұпаргүл демін ішіне алатын. Ол үшін тым қасиетті тыныштық осы бір бейкүнә нәрестелердің ұйқыдағы шағы болатын. Дәрігер, жақындаңызшы. Орынгүл басын жұлып алып тұншыға сыбырлады. Не айтайын деп едің? Бір керегің бар ма? Жұпаргүл әйелді тыныштандырмақ болып жанына жетіп барды. Сіздің маған көмектескіңіз келеді ғой, солай ма? Сыр суыртпақтамай, оқыстан тура қойылған сұрақтың астарынан Жұпаргүл әлдебір жағдайды шамалап тұр. Не, қолымнан келсе жақсылығымды аямас едім. Мына еш жазығы жоқ баланы аяймын. Шынымен көмектескіңіз келсе, онда мына баланы асырап алыңыз. Менің тым болмаса көңілім тыныш жүрсін. Баласын емес, әлдебір затын бөгде біреуге ұстата салатын жомарттай келіншек жайыла үн қатты. Не сандырақ бұл? Балаңды бөтен біреуге бүктеріп жіберсең, көңілің қалай тыныш болады? Бала өзінің анасының бауырында өсуі керек. 9 ай бойы құрсағыңды көтергенде, оған бір ретте еміренбедің бе? Осыншама жауыз болармысың? Дәрігер досыныстан есінен танардай болып, түрегелуге ыңғайланды. Мен де қалса аштан өледі. Жұмысым жоқ. Әкем жүктілігімді білгенде ат құйрығын кескен. Баланың әкесіне хабарлас. Шегесі торсықтай дені сау ұлын көрсе, мүмкін мейірім оянар. Жұпаргүл баланың тағдыры тігілген саудадан қалайда қашқысы келді. Жоқ, ол барып тұрған тас жүрек. Жүктілігімді білгенде, енді қайтейін. Әкеңнің үйіне барып ту деген.
Одан енді үміттенбеймін. Көмектесіңіз. Балам тым болмаса тірі қалсын. Менің оған берер барым осы. Аман қалсыншы, өтінем сізден. Дені сау ғой. Иә, дені сау, бірақ тегі кім? Жұпаргүл шым-шытырақ ойдың шырмауында қалды. Жетімдер үйінде оны жақсы күндер күтпейтінін білем. Ал сіз әйелсіз, дәрігерсіз, анасыз. Ойлаңызшы, өлердегі сөзін айтқан, өмірдің азын көріп, көп азабын тартып үлгерген. Содан да барлығынан көңілі қайтқан, бойжеткеннің баласы үшін жасаған дәрменсіз әрекеті Жұпаргүлді ойландырып тастады. Ол еш құпия жасамайтын ақшарқын мінезіне басып, күйеуіне қоңырау шалды. Дарқанда ұзақ жөн сұрап қыстамады. Жұпаргүлге тез-ақ жетіп келді. Дарқан келгенде Жұпаргүл Орынгүлдің ұлын құшақтап отыр еді. Оның бұл бекем отырған түрін көріп, Дарқан алған бетінен қайтпайтынын іші сезді. Құпияның бүрмелеуге шебер түн баласында Жұпаргүл ұлын кеудесіне басып, құшырлана иіскеді. Осы иісті қанша жылдан бері күтіп, зарығып келген әйел екі иіні солқылдап үнсіз жылап отырды. Дарқан, мен саған қайтсең де баланы қабылда демеймін. Бірақ мен осы баланың анасы болуға шешім қабылдадым. Ал алдында мен бүгін ана болдым. Әйелінің нық сөзіне ешқашан айнымайтынын білетін Дарқан келісті. Әрі сәби сүюге шөліркеп жүрген мезеті 40-тан 40 еді. Өз анасы тумайтын келіннен құтыл дегенде, жүрегінің қалауымен қосылған жарын қиып кете алмаған болатын. Бүгін сайқымазақ тағдыры тағы да алдына таңдау тастапты. Не бала асырап алу, не болмаса Жұпаргүлден ажырасып, жаңа бақыт іздеу. Бірақ осы жаңа бақыт іздеу ұғымы Дарқан үшін миға қонымсыз көрінетін. Ол өз бақытын тек сүйікті әйелінен ғана көретін. Жұпарым, ажырасу туралы сөз қозғама деп өтініп едім ғой. Бұл баланы Алла бізге сый етіп тұрған болар. Қабыл алайық. Қалғанын заң жолымен реттейміз. Дарқан қыздай қосылған қосағына төніп келіп, оның жасты көзін сүртті. Осы сәт Дарқанның көз жанары да жасқа толып тіреді. Ай сәулесінен ада, түпсіз шыңыраудай тас қараңғы түнде бұл үшеу ара құпияны жуып шайғысы келгенде нөсерлете жөнелді. Толассыз төгілген нөсер адамдардың күнәсінің айғығынан із қалдырғысы келмегендей өршелене құйды. Ертеңгі атар таң олардың таптаза періште күйлерін қайтарып бере қояр ма? Бұның бәріне бейхабар нәресте әлде нұрлы, әлде ойлы қырлы өмірін бастап кетті.